Спорт, гимнастика адамның жастық шағын ұзартады. Джон Лок. Спорт адам өміріндегі ең маңызды істердің бірі. Спорттың әсіресе жас буын үшін алар орны ерекше. Спорт адам табиғатындағы белсенділік, қызығушылық, құлшыныс пен жарысуға деген ынтаны оятады. Спорт адамды тәртіпті болуға баулиды. Спорттағы ереже мен дисциплинаға үйренген адам өз өмірінде жөнге сала алады. Спорт адамның ерік-жігерін шыңдайды. Физиологиялық қалаулар мен тәннің құмарлығын ақылға тізе бүктіруге көмектеседі. Қарапайым мысал ретінде таңсәрідегі жүгірудің өзі адамды қаншалықты шыңдайтынын айтуға болады. Бұл тұрғыдан алғанда спорттың тәрбиелік мәні зор. Ал топтық спорттарда адамның өзін жетілдірумен қатар мына жайттарды жадынан шығармағаны жөн. Бірінші, өзара сыйластық бәрінен де жоғары тұрады. Сыйластық болмаған жердің берекесі қашады. Екінші, сөйлеген сөзімізге, айтқан әңгімемізге абай болу. 10 күнәнің 9-ы тілден демекші, әркімді бір қарғап сілеумен өткізген ойыннан қайран жоқ. Үшінші, ешкімді кемсітпеу, басқаны ренжітпеу. Өйткені адами құндылықтарды сақтау адамның арлылығының белгісі. Бұл мәселеде ата-бабамыз малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген принципті ұстанған. Қазіргі таңда рухани қайта жаңғыруымыз үшін осы алтын қағидалардың тетігін тауып заман ағымына сай ұстана білу уақыт талабы. Төртінші, ойынның ойын күйінде қалуы. Ойыннан тыс уақытта спорт ойыны барысында жіберілген қателерді ойыншының бетіне басып, өзгелердің алдында абыройын төгуге болмайды. Бесінші, жаттықтырушыға құрмет көрсету. Қазақ үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуші халық екенін естен шығармаған абзал. Алтыншы, бір топ ішіндегі спортшылардың тату болуы. Халық даналығы бойынша алтау ала болса ауыздағы кетеді. Яғни екінші жақ командада сан жағынан басым болса да бірлік болмаса жеңіліс табылары ықтимал. Ал төртеу түгел болса төбедегі келеді. Аз болса да тату команданың жеңу ықтималы басым. Жетінші, командалар арасында достық сезімнің басым болуы қажет. Қарсы командалардың дұшпан ретінде көру спорт рухына қайшы екенін естен шығармаған дұрыс. Сегізінші, спортқа ең ыңғайлы уақыттарды арнау. Таңдалған уақыт адамның басқа маңызды істеріне кедергі болмауы тиіс. Мысалы, кітап оқу, білім алу, өзіне жүктелген міндеттерді атқаруға тосқауыл болмайтын уақыттарды арнаған дұрыс. Қорытындылай келе, спорт адамның дамуына, денесін шынықтыруына, ерік-жігерін шыңдауға көмектесетін басты құралдардың бірі дегіміз келеді. Сондықтан спорт түрлерінің бірімен шұғылдану өзін жетілдіруге ден қойған әрбір адамның өмірінің ажырамас бөлігіне айналуы тиіс. Салауатты өмір, тәні саудың жаны сау, халық мәтелі. Салауатты өмір салтын ұстану адам өмірі үшін қаншалықты маңызды екенін ойлап көрдіңіз бе? Адам ағзасы жасушалардан тұрады. Сол жасушаның өзі тірі ағза. Ол өте нәзік әрі сезімтал жаратылыс. Ол өзіне күтіммен қаралғанын қажет етеді. Әсіресе ми жасушалары ерекше күтімге мұқтаж. Нейрондарға жеткілікті оттегі жетпесе, олардың жұмыс істеуінің нашарлауына алып барады. Кейде оттегі тапшы болған жағдайда ми жасушалары өте бәсең жұмыс істей бастайды. Сонымен қатар адам бойында артық салмақ болған жағдайда денедегі жасушалардың біразына оттегі жетпей қалуы мүмкін. Соның ішінде ми жасушаларын ерекше атап өткен жөн. Себебі ми адам денесінің бар жоғы 2%-ын құрағанымен, оған келіп түскен оттегінің 20%-ын пайдаланады. Ми жасушаларының әлсіреуіне оттегінің аз баруынан бөлек басқа да факторлар әсер етеді. Мысалы, ағзаға зиянды қорек келіп түсуі бүкіл организмге залал тигізетіні сияқты миға да кері әсерін тигізеді. Өйткені ми денеге келіп түскен қоректің көп мөлшерін пайдаланады. Тіпті адам аш болса да ағзадан қорегін алуды тоқтатпайды. Ал алкогольді ішімдік немесе есірткі пайдаланылған уақытта басқа да дене мүшелерімен қатар ми жасушаларда қатты зақымданады. Уланған нейрондар жұмыс істеулерін уақытша тоқтатады. Ми жасушаларының улануының кесірінен олардың ыдырайды немесе жасушалардың арасындағы байланыс үзіледі. Ал бұл процесс өз кезегінде түрлі психикалық және неврологиялық ауруларды былай қойғанда интеллектуалды белсенділіктің төмендеуіне де әкеліп соғады. Адам баласы басқа жаратылыстардан саналылығымен ерекшеленетінін ескерсек,
Салауатты өмір салтын ұстану оның осы санатта қалуының кепілі. Салауатты өмір салтын ұстану арқылы ақыл мен миды қорғау адамның ең басты борышы екенін естен шығармағанымыз абзал. Біз тәуелсіз Қазақстан жастарымыз. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Әлихан Бөкейхан. Мен шықпасам жарқылдап, сен шықпасаң жарқылдап, кім шығады жарқылдап. Еліміз тәуелсіздігін жариялағалы міне тура 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздіктен кейін туылған жаңа бір ұрпақ та жетіліп үлгерді. Тарихымызды ұмытпай, болашағымызды бағдарлап, бүгінімізді саралап отыру әрқашан керек-ақ. Пандемия, карантиннің әсерінен өміріміз сәл саябырсып, өзімізге бір есеп беруге мүмкіндік тудырғандай. Осы сәтте мынадай бір орынды сұрақтар туындайды. Осы елдің президенті ретінде оның болашағы мен дамуына қалай үлес қоса аламын? Тіпті кейбіреулері менің қолымнан не келеді ғой дейсің деп қолын бір сілтеп жатады. Алайда Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттің жарқын болашағына атсалыса алады. Ол үшін әрбір адам өзін тұлға ретінде қалыптастыруға, сан қырынан дамуға әрекет жасауы тиіс. Елімізде адамның өзін дамытуы үшін барлық мүмкіндіктер бар. Тәуелсіздік туы желбіреген мына заман әсіресе жас буын үшін емін-еркін дамып жетілетін кезең. Бар болғаны әркімнің өзіне қажеті мен керектісін таба білуі керек. Қай жерде, қай елде болмасын даму талпыныссыз болмайды. Тек алға ұмтылу қажет. Биік мақсаттар қойып, соның жолында аянбай тер төгу керек. Адам өз болашағын қалай елестетсе, түбі ол соған жетеді. Бүгінгі қиял ертеңгі шындық. Ертеңгі нәтиже бүгінгі ниетке байланысты. Сондықтан бүгінгі ниетімізді түзетіп, болашағымызды мәнді етіп елестету өте маңызды. Ниетсіз, мақсатсыз амал ету соқырлыққа ұқсайды. Қайда және не үшін кетіп бара жатқанын түсінбейді. Ал тек ниет етіп әрекетке кіріспеу ақсақтық немесе шолақтыққа ұқсайды. Ойлаған ойы мен діттеген межесі болса да оған жетуі екіталай. Сондықтан адамның жеке дамуы шынайы ниет, мақсат пен талпыныс қажет. Абайша айтқандай, бұлар өз ижтихадың бірлән ниет халис, бірлән іздесең ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Адамның өз болашағын анық елестетіп, оны іске асыру жолында мақсатты харекет етуі өзін дамытудың негізгі тетіктерінің бірі деп айтуға болады. Өз өмірін өзі қолға алуға тырысқан адам ғана саналы түрде өзін жетілдіруге кіріседі. Ол адам үшін әрбір сәт маңызды. Тек өзімізді жетілдіріп қана қоймай, еліміздің, отанымыздың дамуына үлес қосу баршамыздың азаматтық борышымыз екенін бір сәтте естен шығармауымыз қажет. Ал еліміз Қазақстанның дамуы үшін алдымен өзімізді дамытуға тиіспіз. Басқаша айтқанда, жеке тұлғалық дамуымызды қолға алуда еліміздің биіктерден көрінуі жатыр. Өзімізді тезірек дамытуға тырыссақ, еліміз де тез өркендейді. Ал аз уақыт ішінде тез дамып биіктерден көрінген елдер жаһан тәжірибесінде аз емес. Солардың бір-екеуіне тоқтала кетсек. Екінші дүниежүзілік соғыстан Германия жеңіліс тапқандықтан өте әлсіреп шықты. Экономикасы жермен жексен етілді. Алайда 25 жыл ішінде аяққа тұрып, тағы бір 25 жыл ішінде өз көршілерінен оқ бойы озып кетті. Тура солай әлсіреген мемлекет Жапония болатын. Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасының тасталуы бүкіл Жапон экономикасының күлін көкке ұшырғанмен тең болды. Жапонияда тура солай 25 жыл ішінде мемлекетті толықтай қалпына келтіріп, тағы да бір 25 жыл ішінде ешкімді жеткізбей кетті десек болады. Осындай тез уақытта дамыған мемлекеттер, мысалы, әлемдік сахнада аз емес. Оңтүстік Корея, Сингапур, Малайзия және тағысын тағы. Бұл мемлекеттерге ортақ қасиеттің негізгісі ретінде адам ресурсына көп көңіл бөлгенін көреміз. Ортақ ұлттық ұран мен идеологияның жаңғырғанын аңғарамыз. Ұрпақ тәрбиесіне қатты мән беріліп, өскелең ұрпақтың санасына алға ұмтылуға деген жігер мен құлшыныстың сіңірілгенін байқаймыз. Кайдзен икигай деп түпкі тамырларынан адаспай жарқын болашаққа қадам басуға баулиды. Осылайша 50 жылда ел жаңа демекші дамыған елдің алғашқы легінен бір-ақ шықты. Еліміз Қазақстанның жағдайына оралатын болсақ, 90-шы жылдардағы біздің жағдайымыз жермен жексен етілген Жапония мен Германиядан нашар болған жоқ сірә. Осындай елдердің өткені мен бүгінінен алынған сабақ бізді қамшылай түсері анық. Тәуелсіздік алғалы бері де талай белесті бағындырғанымыз тағы бар. Қай салада болмасын,
ілгерілеудің көріністерімен мұндалап тұрады. Әлі де кем-кетігімізді толықтырудамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ел болып, халық болып өз еліміздің дамуына әрқайсымыз үлес қосуға тырысатын болсақ, небір шыңдардан көрінетінімізге сеніміміз кәміл. Әлихан Бөкейханов сынды қазақтың біртуар азаматтарынан қалған мынадай асыл сөздер бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Ұлтқа қызмет көрсету білімнен емес мінезден. Міне осы ұстанымдар біздің қазақ жастарының негізгі ұранына айналуға тиіс. Қазіргі қазақтың бойынан табылатын жақсы мінезге, болмысынан көрінетін жағымды қасиетке айналуы қажет. Осы ұранмен өмір сүрсек қана көшті артымызға қалдырамыз. Аз уақыт ішінде биік шыңдарды бағындырамыз.